жаңа туылған балаға метірке алуға қалай онлайн тапсырыс береміз. Ол үшін біз бір реттік пароль арқылы кірдім. Бір реттік пароль арқылы. Енді осы жерден отбасын таңдаймын. Енді бірінші бала деген жерден астынан басып көреміз. Кішкене стрелка тұрады, соны астына қарап басамыз. Сол кезде бала тууды тіркеу, оның ішіне азаматтық қала актілерінің жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу деген таңдаймыз. Міне, осы жерден онлайн сұраймыз. Ашылды. Енді осы бала тууды тіркеу бойынша 4 қадамнан тұрады екен. Бірінші қадам ата-анасы туралы мәліметті толық жазамыз. Бірінші облыс, қайсы облыс? Түркістан облысы мысалы. Кейін ахаж бөлімін, қайсы аудандық неге жұмыспен қамту орталығы, қай жерде, соны жазамыз. Мысалы Келес ауданы деп бердім. Білімімді жазамын. Жоғары табыс көзі, табыстың басқа көзі дейін. Әкесі туралы мәліметтерден мен некеті құрғанмын деймін. Және күйеуімнің жүсейін жазамын осы жерге. Күйеуімнің жүсейін таптым, және күйеуім әкесі туралы толық мәлімет береміз. Білімі қандай, табыс көзі, сосын бұдан әрі дейміз. Енді екінші қадамға келеміз. Екінші қадамға, міне, бұл жерде барлық туылған балдарын көрсетеді. Соңғысын, мысалы, мен соңғы 2020 ғой, 2021-де жақында туылған болса, соны басады. Сосын осы қыздың жынысын жазасын, кейін фамилиясы қандай болады, соны жазасын. Тегі қандай болады, аты қандай болады, әкесінің аты қандай болады, және туылған күні шығады. Сосын осыларды бергеннен кейін бұдан әрі деп бір реттік пароль арқылы қол қоямыз. Міне, тегі ислам болады. Ислам, аты Адиша. Әкесінің атын жазсақ та болады, жазбасақ та болады. Әкесі бар болса жазамыз. Бұл осы жазылған мәлімет бұл метіркеге түседі. Сол үшін абайлап, тура қылып жазу керек. Яғни бұл документпен өмір бақи осы жазумен кетеді, аты жөні. Бұдан әрі дейміз. Бұл мен бұл қызым тіркеліп қойылған. Егер жаңадан туылған болса, 3-ші қадамға өтеді. 3-ші қадамға келген кезде бір рет пароль арқылы аламын деген телефонның суреті шығады. Сол арқылы қол қойып, келген SMS жазып, 4-ші қадамға өтеді. Жеке кабинетке келіп түседі. Бұл неміз
алған қызметіміз. Ол үшін мына аты жөні жазылған жерге қызметтер алу тарихы деген жерді көресіз да, сол жаңағы метрикеге жіберген соңғы неңіз шығады. Жсен тағайындап береді, солны қай күні, қай уақытта жұмыспен қамту орталығынан барып алуға болатыны жайлыға айтылады.